Hello, my dear friends. Today we are going to practice our reading. Бүгін біз оқылымды практика жасайын деп отырып, мен асықпай оқитын боламын. Сіздер егер де практика жасағыларыңыз келсе, негізі практика жасағандарыңыз жөн, және бұл сіздердің произношениені дұрыстайды, және де сөйлеуге өте үлкен көмектеседі. Сол себепті қазір мен деген асықпай оқыған кезде, менен кейін стоп қойып, қайтадан қайталап оқып отырыңыздар, иә. Егер де келмесе, тілдеріңіз сынбай жатса, 2-3 рет істеген өте үлкен результат, керемет нәтиже беретін болады. Okay, Moira in Atlanta, the driving. Яғни мына жерде Moira Атлантада қаласында болған екен. Сол туралы айтайын деп тұр. The driving. The driving. Біздерде Қазақстанда көбінесе the driving деп үйретеді. Негізі шетелдікте the driving болды. Оны анық айту міндетті емес. The driving. Driving. Яғни машина айдау, вождение. Next. I think people drive quite dangerously. I think people drive quite dangerously, which surprised me because I thought they were careful drivers here. Which surprised me because I thought they were careful drivers here. Мағынасы бойынша түсіндіріп. I think бұл ойлау деген сөз, бірақ I think мен ойлаймын деп айтпаймыз. Қазақ тілінде ондай сөз жоқ. Менің ойымша деп отырамыз. Менің ойымша адамдар кішкене немесе жеткілікті қауіпті. Dangerous аударылады, dangerously, dangerous қауіпті деп аударылады. Quite это довольно жеткілікті. Бірақ та біз қазақ тілінде жеткілікті деп өйтіп айтпаймыз, көбінесе кішкене деп айтуға болады, мағынасы бойынша. Менің ойымша адамдар кішкене қауіпті машинаны айдайды дейді. Which surprised me. Which қазақ тілінде аударылмайды, орыс тілінде который меня поразило, удивило. Но біз қазақ тілінде өйтіп аудармаймыз, біз айтамыз, ол мені таңғалдырды. Немесе былай айту ғой. Мені таңғалдырған нәрсе, менің ойымша адамдар жеткілікті кішкене қауіпті айдайды деп аударып жіберуіңізге болады. Because мына сөз because деп оқылмайды, because аударылады себебі. Себебі I thought бұл think деген сөздің өткен шақ формасы, мен ойладым. Яғни бұрында ойлаған екен оның алдында, да, мына жаққа келмеспін. Мен ойладым, they were careful drivers here. Мен ойладым, мұнда олар мұқият жүргізушілер болды деп ойладым дейді. They don't drive fast, but people are always on the phone in the car. They don't drive fast. Олар, және сөйлемнің соңынан бастаймыз. Олар тез айдамайды. Drive, айдау, don't drive, айдамау. Олар тез айдамайды, бірақ адамдар always, әрдайым, әрқашан деген сөз емес, мен байқадым, көбі always енді әрқашан деп аударылады екен. No, always әрдайым, бірақ адамдар әрдайым in the car, машинада, телефонда отырады екен, біздің уже мағынасы бойынша. Аударамыз жаға. Телефонда отырады екен. Машинаның ішінде олар телефон ұстап отырады. Which you don't often see in the UK nowadays. Which you don't often see in the UK nowadays. Оны, яғни, нені? Мына телефонда ұстап отырғанда да мағынасы бойынша айтам. Оны сен often see, жиі көре бермейсің. Nowadays, это қазіргі таңда деген сөз. Жазып аламыз, егерде таныс емес сөз болса. Қазіргі таңда UK, это United Kingdom. United Kingdom бұл біріккен корольдік, яғни Англияны айтамыз. Британия, Англияларды айтамыз. Nowadays, қазіргі таңда біріккен корольдікте жиі көре бермейсің.
Often это жиі. Жиі көре бермейсің дейді. Next, the food. The food can be delicious, but I think people eat very unhealthily. The food can be delicious, but I think people eat very unhealthily. The food тамақ, тағам немесе тамақ деп аудара берейін. Тамақ дәмді болуы мүмкін. Can be, может быть, болуы мүмкін. Тамақ дәмді болуы мүмкін. But, бірақ та, I think, мен ойлаймын, people, адамдар, very unhealthily. Unhealthily бұл денсаулыққа зиян, денсаулыққа пайдалы емес деген мағынаны білдіреді. Адамдар өте денсаулыққа зиян тамақ ішеді. Ит жейді, бірақ біз денсаулыққа зиян жейді деп айтпаймыз, мағынасы бойынша аударамыз. Өте денсаулыққа пайдалы емес тағамды жейді екен. In restaurants, they often add salt to their food. In restaurants, they often add salt to their food. In restaurants, ресторандарда, яғни Атланта қаласындағы ресторандарда, олар, their food тағамдарына, олардың тағамдарына, salt, тұз, often add, жиі қосады. Олар тағамдарына жиі тұз қосады дейді. And they drink liters of Coke. Және олар коланы, Coca-Cola деп айтады, немесе кола деп айтады, немесе Coke деп айтады. Қайсыны айтсаңыз да ол дұрыс. Коланы liter бұл литр, литрлеп, яғни көпше түрде литрлеп ішеді дейді. Яғни олар коланы литрлеп ішеді. The headquarter бұл бас штаб деп аударылады. Қазақ тілінде бас штаб деп айтуға ең маңызды, ең басты офисті айтамыз. Яғни ең басты офистары ненің? Of Coca-Cola Company. Так, бірінші оқып жүрек. The headquarters of the Coca-Cola Company is based here. And they even have a Coca-Cola museum. Оқылатыны. Museum. The headquarters of the Coca-Cola Company, Coca-Cola компаниясының, бізде ның деген жалғаудың қызметін атқарады. Coca-Cola компаниясының бас офистері, яғни ең маңызды офистері, is based here, осында негізделген, осында негізі қаланған немесе. Мен оның мағынасы былай айтайын, осында орналасқан, яғни Атланта қаласында орналасқан екен. And they even have a Coca-Cola museum. Және олар even, это тіпті, даже деген мағынаны білдіреді. Олар тіпті Coca-Cola мұражайы бар дейді. Оларда тіпті Coca-Cola мұражайы бар. Museum, мұражай. Once I went to a coffee shop and asked for a double espresso, no milk, no sugar. Once I went to a coffee shop and asked for a double espresso, no milk, no sugar. Once аударылады бізде бір рет. Егер де сіз екі рет деп айтқыңыз келетін болса, онда былай айтамыз. Қазір мен сіздерге жазып жіберейін. Бұны өздеріңізге жазып алыңыздар міндетті түрде. Себебі бұны көбі қателесе береді, немесе біле бермейді. Яғни бізде ағылшын тілінде once деген сөз бір рет деп аударылады. Бір рет. Екі рет ағылшынша болады twice. Twice аударылады екі рет. Енді қалған 3 рет, 4 рет, 100 рет, 1000 рет деген сөзге times деген сөзді қолданамыз. Ол рет деп аударылады. Мысалы, мен айтатын болсам, 100 рет айттым мен саған деп та. Болады 100 times. I told you 100 times. Немесе 1000 рет айта бермеші. Не болды, сен қақсай бересің, 1000 рет айта бересің деп айтатын болса, 1000
Ағылшынша болады thousand. Ой, кешірім сұраймын. 1000 times. 1000 рет деген мағынаны білдіреді. Видеоны тоқтатыңыз да, мынаны жазып алып, қоршап алыңыздар. Неше түрлі маркерлермен белгілеуіңіз болады. Не үшін? Себебі маркермен белгілегенде ми бұны сөзі маңызды деп еске сақтап алады. Енді кеттік. Once, бір рет. Месе мына жерде мағынасы бойынша былай аударуға болады. Бір ретте. I went to a coffee shop. Кофе шоп біздердің тілінде кафетерий. Кішкентай кофе нелері бар ғой, кафесі бар ғой, соны айтады, кафетерия. Мен кафетерияға барған болатынмын. Went, ол go деген, бару деген сөздің өткен шақ формасы, сондықтан өткен шақ формада аударамыз. Бір рет мен кафетерияға барған болатынмын. And I asked for, мынаны жазып алсаңыз болады. Ask бұл сұрау, for деген сөзді жақсыға жазып аламыз. Егер де біреуден бір нәрсе сұрайтын болсаңыздар, ask for me, менен сұра. Ask for me, ask me болмайды. Ask for me, менен сұра. Немесе ask for pizza and cheeseburger, да, мен пицца мен cheeseburger сұраған болатынмын. Яғни кімнен нені сұраған кезде, айтқан кезде ask for-ны қолданамыз. Яғни мен сұрадым дейді. Double espresso, бұл кофенің аты espresso, double ол екесе двойной деген мағынамды. Яғни қою кофені сұрап. Қою кофе, no milk, сүтсіз, no sugar, қантсыз, sugar, сугар деп оқымаймыз, sugar, қант, milk, сүт, сүтсіз және қантсыз. I had to repeat my order 3 times. I had to repeat. Had to, бұл have to деген сөздің өткен шақ формасы. Have to деген, ол had to деген сөздің өткен шақ формасы. Жазып алыңыздар өздеріңізге. Have to, и соның өткен шақ формасы had to. Have to бұл тиісті, қажет, керек деген сияқты мағынаны білдіреді, және міндетті деген мағынасы бар, бірақ та жеңіл түрі. Тиісті, қажет, ал тура келді деп аударам мен мына жерде мағынасы, себебі сол келеді. Яғни бір нәрсе істеуге тура келді. Енді қараңыздар. I had to repeat. Маған, repeat это қайталау. Маған қайталауға тура келді. Яғни я должна была повторить. Орыс тілінде айтқанда. Мен қайталауға тура келді. Нені? My order. Order бізде қазақ тілінде 3 түрі бар, аудармасы. Order бірінші түрі бұл аударылады тапсырыс, заказ. Екіншісі бұл етістік ретінде аударылады тапсырыс, беру. Үшінші түрі бұл тәртіп, порядок деп аударылады. Яғни қараңыздар, my order, мен біріншісін аламыз, себебі сол келеді мағынасы бойынша да, біз кафетерияда отырамыз. Менің тапсырысымды 3 times. Times мен бағана айттым, рет деп аударылады. Мен тапсырысымды 3 рет қайталауға тура келді деп аударылады. Because the waitress couldn't. Мына сөздің оқылуына мән береміз. Couldn't. Л әрпі оқылмайды. Couldn't understand me. Because the waitress couldn't understand me. Себебі waitress бұл даяршы қызды айтады. Орыс тілінде официантка. Себебі даяршы қыз мені understand түсіну, мені түсіне couldn't алмады. Couldn't бұл can деген сөздің өткен шақ формасы. Can бізде аударылады істей алу, could аударылады істей алады деп. Енді мағынасы бойынша айтамыз да. Енді қараң, couldn't алмады, нені understand түсіне алмады деп аударыламыз. Себебі даяршы қыз мені түсіне алмады деп аударылады. Next, she said people here only ask for lattes and cappuccinos with lots of sugar. She said people here only ask for lattes and cappuccinos with lots of sugar. Ол айтты, people here, мұндағы адамдар, only, тек қана, ask for, сұрайды. Ол айтты, мұндағы адамдар тек қана сұрайды, latte және cappuccino with lots of sugar, көп қантпен дейді. Cappuccino және latte көп қантпен сұрайды екен. Next, the people. People бұл адамдар деп отырады. In general,
people are very friendly. In general, people are very friendly. In general, в основном, жалпы айтқанда, жалпы деген мағынаны білдіреді. Жалпы адамдар өте досшыл. Friendly, досшыл. Жалпы адамдар мұнда өте досшыл дейді. The people I'm staying with who live just outside the city know all their neighbors really well. The people I'm staying with who live just outside the city know all their neighbors really well. The people, адамдар, I'm staying with, stay қалу, тұру деген мағынаны білдіреді. Мен қалған, яғни кім with these people, да, осы адамдармен. Мен қалған адамдар, мен тұрған сол қалада қалған адамдар who live just outside the city. Қаланың outside сыртында тұрады дейді, да, жай ғана қаланың сыртында тұрады. Мына жерде мен былай айтқым келеді, пригород деп айтады, немесе загород, да, қаланың сыртындағы аймақ бар ғой, соны айтады. Яғни қаланың сыртында тұратын адамдар мен қалған дейді. Know all their neighbors. Біледі all their neighbors, барлық көршілерін really well, өте жақсы. Яғни өздерінің бүкіл көршілерін өте жақсы біледі екен. They often don't, кешірім сұраймын, don't. They often don't lock their doors, which surprises me because people say it's a dangerous city. They often don't lock their doors. Lock – это құлыптау, да? Енді олар жиі құлыптамайды, don't lock, құлыптамайды their doors, есіктерін. Олардың есіктерін деп айтса болады, бірақ мағынасы бойынша есіктерін деген. Олар өздерінің есіктерін жиі құлыптамайды. Ол мені таңғалдырды, surprise бағана біз жоғарыда аударған болатынбыз. Because people say, себебі адамдар айтады, it's a dangerous city. Бұл қауіпті қала. Dangerous, қауіпті. Бұл қауіпті қала деп адамдар айтады. They speak, бірінші оқылайық. They speak incredibly slowly with a strong accent, and sometimes I have a problem understanding them. They speak incredibly slowly. Slowly ол жай деген сөз. Incredibly өте. Яғни олар өте жай сөйлейді. With a strong accent. Accent это акцент. Strong это қатты, мықты, күшті деген сөз. Өте қатты акцентпен өте жай сөйлейді екен, ja? And sometimes кейде I have a problem understanding them. Қараңыздар, менде them деген сөз тұр. Мынаны көбі them деп оқиды, негізі them. Understanding them. Қараңыз, I have a problem, менде қиындық туады оларды түсінуде. Кейде менде оларды түсінуде қиындық туады деп аударылады. Кеттік, let's continue. Mark in Malmo қаласына барған. Так, let's continue. This is Mark. The weather. Ауа райы. It's December and it gets dark at about 3 p.m., which is depressing. It's December and it gets dark at about 3 p.m., which is depressing. Желтоқсан айы және де get dark қараңғы деген сөз, get dark қараңғы түседі. At about 3 p.m. түскі сағат 3-тер шамасында қараңғы түседі, which is depressing. Ол бізді депрессияға түсіреді дейді. Мына жерде орысша былай айтады, который является очень депрессивным, да, өте депрессияға түсіреді. Біз қазақша мағынасы бойынша аударамыз. Ол бізді депрессияға түсіреді. There is a lot of snow at the moment, but all the buses and the trains are running perfectly, not like in Britain where everything stops when it snows. There is a lot of snow at the moment,
but all the buses and the trains are running perfectly, not like in Britain where everything stops when it snows. There is a lot of snow at the moment. At the moment қазіргі уақытта деп аударылады. There is дегенді қазақ тілінде аудару міндетті емес. Қазіргі уақытта көп қар бар. Бірақ all the buses and the trains, барлық автобустар мен пойыздар өте жақсы, perfectly good дегеннің кішкене мықты сын есім болып табылады, яғни күшті сын есім болып табылады. Сондықтан өте жақсы деп аудараламыз. Барлық автобустар мен пойыздар өте жақсы жүріп тұр. Енді run, мына жерде run это жүгіру деген мағынаны білдіреді, да. Біз қазақ тілінде автобустар жүреді деп айтамыз, неде ағылшын тілінде the buses runs деп айтады. Неге run? Себебі олар тез жүреді ғой, біз адамдар сияқты жай жүрмейді. Сондықтан мына жерде логически олар run деп қолданылады. Not like in Britain. Like мына жерде ұнату деген мағына емес, сияқты деп аударылады. Мен былай аударар едім. Британиядағыдай сияқты емес, немесе Британиядағыдай емес. Яғни like-ты мен Британия сөзіне қосып жіберем мағынасы бойынша. Британиядағыдай емес, where everything stops when it snows. Қар жауған кезде бәрі тоқтап қалады. Яғни Британияда қар жауған кезде бәрі тоқтап қалады екен. The houses. All the houses are painted in pretty colors like red, green, blue, and many houses have a yellow and a blue flag. Houses, үйлер. All the houses, барлық үйлер, painted, боялған, in pretty colors, әдемі түстерге. Барлық үйлер әдемі түстерге боялған, like, сияқты. Қызыл, жасыл және көк сияқты. And many houses, және көптеген money деп оқымаймыз, many. Көптеген үйлер сары және көк жалауы бар. Have это бар. Inside the houses are decorated beautifully with lots of flowers and the modern wooden furniture. Inside the houses, inside ішінде, үйлердің іші decorated, безендірілген, әдеміленген деген сөз, безендірілген, beautifully, әдемі. Үйдің іштері әдемі, безендірілген, көптеген гүлдермен, және modern заманауи, wooden ағаштан жасалған деген сөз. Furniture жиһаз, заманауи ағаштан жасалған жиһазбен. The people, адамдар. People are friendly and polite, but quite formal. People are friendly and polite, but quite formal. Адамдар досшыл және polite, сыпайы, but quite formal. Formal бұл ресми деген сөз. Яғни адамдар бірімен ресми қарым-қатынаста, сіз деген сияқты, немесе сізге деген сыпайы қарым-қатынас жасайды деген сөз. Бірақ кішкене ресми келеді. They dress fashionably, but casually, and of course, you see a lot of very blonde women here. They dress киіну, яғни қандай стильде киінеді? Официальный, ресми стильде ме, сәнді ме, қара стильде ме, спортивный стильде ме, сондайды айтамыз. They dress, олар киінеді fashionably. Fashion бұл деген сән деген сөз. Fashionably сәнді. Сәнді, бірақ күнделікті. Casually, это ежедневный, то есть біздің күнде көріп жүрген киімде, бірақ сәнді киінеді. Casually, мен былай аударылар едім. Ыңғайлы, күнделікті, қарапайым киім деп айтар едім. And of course, және әрине, you see, сен көресің, a lot of very blonde women here. Very blonde бұл сары шаш деген сөз. Very blonde, өте шашы сары. Өте сары шашты әйелдерді осында көп көресің. You also see a lot of men who are looking after very young babies. You also see, сонымен қатар, сен сонымен қатар көресің, a lot of men, көптеген ер адамдарды, very young babies, өте кішкентай сәбилерді қарап жүрген.
look after қарап жүру, присматривать деген сөз. Яғни өте кішкентай балаларға, сәбилерге қарап жүрген көптеген ер адамдарды көресің дейді. Everybody speaks English really well. Maybe because a lot of the TV is in English with subtitles. Everybody speaks English really well. Maybe because a lot of the TV is in English with subtitles. Everybody аударылады, бәрі деп аударылады. Адамға қатысты айтамыз. Everybody деген сөзді. Барлық адам, бәрі, speaks, сөйлейді. English ағылшынша really well, өте жақсы. Сонда бізде аударылады. Бәрі ағылшын тілінде өте жақсы сөйлейді. Maybe, мүмкін, бәлкім. Мүмкін себебі көп деген, a lot of көп, мына жерде мағынасы көп деген деп аударыламын. Көп деген телевизор ағылшын тілінде with subtitles, subtitles это субтитр, төменде жазылып тұратын. Субтитрмен ағылшын тілінде көптеген телевизорлар бар дейді. Өте керемет, осы видеоны 2-3 рет қарап, пока сіздің тіліңіз жаттықтырып, мен сияқты сөйлеген деңгейге жетпейінше практика жасаңыз. Мен бұндай типті практикалар жиі салып тұрамын, сондықтан жиі қарап практика жасап тұрыңыздар. If you have any questions, you can write down below in this video. Okay, thank you very much for watching. Goodbye.